Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Маусым ресми түрде аяқталды. Қос Еврокубоктың жеңімпаздары белгілі. Және бүгін осы қос финал жайында сөз ететін боламын жалпы. Басты финал, Чемпиондар Лигасының финалы өздеріңіз білетіндей, қос ағылшындық ұжым Челси мен Манчестер Сити шыққан болатын. Және бұл жерде айта кетейін, бұл матчты көрмедім, алайда хайлайтын жаңағы ресми түрдегі жаңағы обзор дейді ғой, сондайын қарадым және ешқандай да жаңалық көрмедім десем болатын шығар. Гвардиола әрқашанда өзі сондай бір шешуші ойынға келгендегі жаңағы психологиялық және профессорлік өзінің жаңағы кемшілігіне басты да, ол әрине эксперимент жасап көру әрқашанда жаңағы. Ол үшін негізі нәтиже, Гвардиола үшін нәтиже маңызды емес сияқты, ол үшін жаңағы футболдың жаңаша қыры әрқашанда маңызды сияқты. Және осы ойындағы сол эксперименті злая шутка дейді ғой, сыграла злую шутку дейді орысша осындай терминді. Және дәл осы ойында бұл бірінші рет емес әрине, Тоттенхэммен ойында да, Лионмен қай жылғы ойында алсақ та, жалпы Гвардиоланың жаңағы түбіне жетіп келе жатқан нәрсе осы нәрсе. және де осы нәрсе кешеде кедергі болды. Келесі мәселе әрине, оған енді футбол теория жүзінде футболға сенуге болмайды әрине футбол жанкүйерлері арасында. Алайда шынында Манчестер Ситидің ойыншыларында мотивация жоқ. Манчестер Ситидің ойыншыларында сондай бір Манчестер Ситиге деген құрмет, Манчестер Ситиге деген жаңағы командалық рухы жоғы көрініп тұрады да. Барлығын әрине 300 миллионға қорғаушы, жаңағы қорғаныс легі толыққанды 300 миллионға жаңағы қымбат ойыншыларды сатып алған. Алайда олардың ақшаға келгені бар, құр ақша үшін келгені мысалы, немесе құр жаңағы алтын жүлделер жеңу үшін келгені бар. Ал ондай ойыншылар жаңағы команданың рухын, деңгейін түсінбейтін ойыншылар, мысалға Барселонадағы Жорди Альба сияқты ойыншылар емес та, былай айтқанда. Және осы нәрседе кішкене Манчестер Ситидің түбіне жеткен сияқты. Ал Челсиді өзіміз білетіндей, мысалы Мейсон Маунт, ол Челсидің өзінің түлегі. Кристиан Пулишич те айтпақшы, осы қатарға қоссақ болады, бала кезінде Челсиде қаралымда болған және де Челсиге деген құрметінің бар екені белгілі. Ал жеңіс голын соққан ойыншы Кай Хаверс жайында айтатын болсақ, Кай Хаверс шынында өзінің сәтсіз маусымын кішкене болса да жаңағы өзгерте алды деп ойлаймын осы голымен. Негізінде бәрібір сәтсіз маусым өткізді Кай Хаверс, өзінің бағасына лайық ойын көрсеткен жоқ ағылшын премьер лигасында да, Чемпиондар лигасында да. Алайда осы нәрсе, осы гол, Чемпиондар лигасының финалында гол соғу деген енді көп ойыншыға беріле бермейтін бақ. Сондықтан Кай Хаверс өзінің кішкене ғана жаңағы алға қарай жылжуына бір сондай мотивация алған сияқты. Міне осы Чемпиондар лигасының финалынан ұққаным, бұдан артық жаңағы көрген жаңашылығым жоқ. Әрине Томас Тухель профессор деп жатыр, басқа деп жатыр. Томас Тухель мықты бапкер, оны Челсиге келгенге дейін белгілі болған. Челсиде жайдан жай қара жаяу Томас Тухельді әкеп қоя қойған жоқ. Әрине өздерінің өткен жылғы Чемпиондар лигасының финалынан кейін де белгілі болған нәрсе. Және өте лайықты жеңіс. Қайсысы жеңгенде де лайықты болатын. Алайда Томас Тухельдің жеңгені бір жағынан жаңағы жарты маусымның ішінде жеңгені, ол әрине әдемі. Және N'Golo Канте, ол әрине бөлек тақырып, ол жайында кейін бөлек видеода сөйлесетін боламын. Бар жоқ айта кететінім, биылғы N'Golo Канте алтын допты алса жарасады негізі. Ал енді Еуропа лигасының финалына келетін болсақ, ең ауыр тақырып мен үшін өздеріңіз көріп тұрғандай Манчестер Юнайтед футбол клубының жанкүйері ретінде өте ауыр дейді. Және алайда сол ауыр тиген нәрселердің ішінен де ойға түйген бір-екі фактым, ол әрине қақпашының позициясы Манчестер Юнайтед әлі де шешілмеген. Дин Хендерсонге сенім жоқ, ал Давид де Геа артқан сенімді ақтай алмайды. Мысалға өткізіп алған бірінші сол бір голда, мысалы Жерар Моренаның голында Дин Хендерсон болғанда, біз Манчестер Юнайтед жанкүйерлері ретінде ол бір адамның емес, бірнеше адамның ойы Дин Хендерсон болғанда тіпті Жерар Моренаға доп жетпейтін еді, сондай теуетіндей позицияға түспес еді деген ойға келдік бәріміз. Себебі Дин Хендерсон шығып ойнайды, ал Давид де Геа өздеріңіз көргендей қақпадан шығуы өте қиын қақпашы. Ал келесі мәселе, ол әрине Маркус Решфорд. Өте сондай бір өте енді естен кетпейтін қателік десек болатын шығар. Алайда дәл сол Манчестер Ситидегі мысалы Рахим Стерлингтің Лионмен жоғарыда айта кеткен ойындағы қателігі осы кезде есіме түседі. Және бұндай қателік бүкіл ойыншыда болады. Әрине финалда өкінішті,
Алайда кезінде Дэвид Бекхэм де дәл Маркус Решфордтың жасында, мысалы әлем чемпионатының жартылай финалында бұдан да үлкен қателік деп ойлаймын. Оны өткен видеолардың бірінде айта кеткен болатынмын. Диего Симеоне мен Бекхэм арасындағы қақтығысты. Және ол бұдан да жаңағы айыбы жағынан, культ жағынан, актуалдығы жағынан бұдан да ауыр болған. Әрине, алайда Маркус Решфорд те Давид де Геадан қарағанда өзін әлі де жаңағы жақсы қырынан көрсетуге мүмкіндік бар. Ол жас, уақыт бар. Ал Давид де Геаның қателігі, голдағы қателігі, ойыннан кейінгі пенальтидегі қателігі, бұл екі қателік точка невозврата десек болатын шығар Давид де Геа үшін. Дин Хендерсон өсіп келе жатыр. Давид де Геаның осында 2018 жылдан бері өзіне деген сенімділігі келе алмай жүргені белгілі. Ал мына ойыннан кейін енді толыққанды көзі жеткен болу керек. Жалпы көптеген футбол мамандарының Давид де Геа өсуін, прогрессін қойған қақпашы, және бұдан артыққа жоқ енді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін айтпақшы ақпарат шықты, Манчестер Юнайтед Ян Облакты сатып алуы мүмкін, Давид де Геаға алмастырып, және үстіне ақша қосып. Алайда мен оның болғанын қаламас едім, себебі Дин Хендерсон де жаман қақпашы емес. Және тағы бір мәселе, ол әрине Унай Эмери, мәселе емес, негізі тілге тиек ететін нәрсе. Өте жақсы бапкер, бір ойындық жаңағы лигалық дейді ғой, плей-офф ойындары кезінде, негізі кубоктар кезінде өте жақсы көрсетеді өзін. Әсіресе осы Еуропа лигасында әрине ол бәріне белгілі нәрсе. Және тағы бір өте үлкен мәселелердің бірі осы финалда, өткен жолы Англия кубогының финалында болған мәселе, және ол кезде де тілге тиек етпеген едім. Негізінде тілге тиек етуге болатын мәселелердің бірі еді. Алайда ешқандай видеода айтпаған едім. Кешегі неде Альберто Мореноның мысалы Манчестер Юнайтед жайында айтқаны, әрине эмоция түсінемін, әрине жеңістің қуанышы. Алайда Лестердің сапында, қателеспесем, Уэсли Фофана Челсиге сондай құрметсіздік көрсеткен болатын, соған ұқсас. Және бұндай мәселелерге УЕФА дисциплинарлық бір жалпы қаралу керек деп ойлаймын. Қанша жаңағы эмоцияда болсаң да қарсыласыңа ондай жаңағы құрметсіздік танытуға болмайды қай уақытта да. Міне осындай жалпы. Әрине Манчестер Юнайтедтің жеңілісі өте ауыр тиді. Тіпті сол үшін де бірнеше видео түсіре алмай қалдым. Алайда бұл ойын, бұл футболда сәттілік пен сәтсіздік қатар жүреді. Алда Манчестер Юнайтедті үлкен жеңістер күтеді деп сенейін, және Манчестер Ситидің жанкүйерлеріне де соны айтқым келеді. Сіздердің командаларыңыз керемет, өте жаңағы Еуропадағы мықты командалардың бірі десем болады. Және де еш қаймықпауларын сұраймын. Болашақта міндетті түрде үлкен жеңістер болады. Міне құрметті достар, бүгінгі видео осымен қысқа болса да өз мәресіне жетті. Видео ұнаса, әдеттегідей арнаға тіркеліп, лайк басып өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен, Ботиньо KZ арнасы.